шәкірттері бағаласа баптауын, керек емес ұстазға артық мақтауын, нағыз бақыт еңбегінің еш кетпей, шәкіртінің үміт сенім ақтауы. Армысыздар, Алталаштың баласы бас қосқанда, төрдегі орынға лайықты ұстаздар қауымы. Бағы мен бабы келіскен барлық байқау қатысушыларына үлкен сәттілік тілеймін. Мен Ертаева Жазира Пернебек қызы, 26 жылдық еңбек өтілі бар педагог зерттеушімін. Ұстаздық жолындағы жеке ұстанымым балаға тәрбиені ұлттық құндылықтар арқылы сіңіру, ал білімді заманауи әлемдік деңгейде қалыптастыру. Кез келген мұғалімнің білім мен тәрбие берудегі ең өзекті үш мәселесі бұл білім алушылардың біріншіден тәрбие мен тәртібін қалыптастыру. Ұлы Абай айтқандай, атымды адам қойған соң қайтып надан болайын. Екінші, пәнге деген қызығушылығын арттыру. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Үшіншіден, білім деңгейін жоғарылату. Бұл жолда да Абайға сүйенеміз. Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз. Бұл мәселелерді шешудің, тиімді нәтижеге жетудің нақты жолдары. Біріншіден, барлық оқушыларды бірдей жақсы көріңіз. Оларды ұлттық тәрбиемен тәрбиелеңіз. Екіншіден, пәнге деген қызығушылығын арттыру үшін түрлі цифрлық технологиялар, білім беру ресурстарын, заманауи әдіс-тәсілдерді қолданыңыз. Мәселен, мектеп онлайн білім беру ресурсы тамаша жасалған мүмкіндік. Сонымен бірге Рейкерс, Kahoot, Quizzes, Padlet тақтасы секілді заманауи бағдарламаларды тиімді қолданыңыз. Екі пәнде де білім деңгейі жоғары тапсырмаларды, сатылы кешенді талдау әдістерін көбірек қолданыңыз. Тіл мен әдебиеттің әр сабағында нәтижеге жету үшін шығармашылық идеяларыңыз ешкімге ұқсамайтын ерекше болсын. Осы сөздерімнің дәлелі ретінде қазақ әдебиеті пәнінен өтілген ашық сабағымды сіздерге ұсынамын. Ғылым тобы болады, алдына топ білім тобы болады. Сыныптасшыларын сайлап алыңыздар, сіздерге бағалау қарарымен бүгінгі сабақтың директорлары тақтамыз кетті. Рейкерс ойын ойнаймыз, ол үшін алдарыңыздағы QR-кодты дайындап қойыңыздар, барлықтарыңыз. Қазір сканерлеу арқылы сіздердің жауаптарыңызды қабылдап аламын. Дайынбыз ба? Жоғары жаққа дұрыс жауабын көтереміз. Мен белгілеп алдым. Келесі сұраққа көшеміз. Барлығымыз көтерейік. Бір-біріңізді жақтауға тырысыңыздар. Түсіремін. Мақтанға өлең жетеміз. Бүгінгі сабақта біз әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіреміз. Сонымен бірге көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді жатқа айтып мәнерлеп оқимыз. Абайдың орын таппай мақтанға өлеңінің негізгі өзегі адам бол деген идея. Абай 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол деумен өмір сүрудің ғажайып үлгісін жасап берген. Былайша айтқанда 5 асыл іс, барлығы бақытты болудың формуласы іспетті, өйткені барлығы да қайырлы істер. Айта берсек, өлең бастан аяқ өсиет, оның әрқайсысы да ескірмейтін шын сөздер. Олай болса, осы өлеңді мәнерлеп өнер тобына беремін. Құлан тақпай мақтанба, орын тақпай мақтанба, құмарлығын сақтанба, ойнап босқа күнге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, күйеуің өмірің алдында, оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, бемтек деген мал шошқа, 5 дұшпанын білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат бірақ ойлап қой, 5 асыл көрсеңіз. Ой, бәрекелді. Мына лентаны, мен 5 жұлдыздың көк көңіл іспетті лентаға
Абайдың 5 асыл ісін талап еңбек тереңі қараға дарын ойлап қой деп жазып қойдым. 5 жұмыс жаңа күні ойыңызды таға қойыңыз. Сенбей сенгеніз, бір іске кез келсеңіз, ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты. Өзің үшін үйренсең, жамандықтан жиренсең, ашыласың жылма жыл. Мұны жазған білген бол, ғұлам Ахмед Ауани, солай депті ол шыншыл, сөзін оқы және ойла, тез үйреніп тез жойма, жас уақытта көңіл бөл. Өте жақсы қалса келеді. Олардың ағартушы философ. Ол қазір шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында Шыңғыс тауының бауырында түйіп өлген. Өз шығармаларында жастарды өнер білімге, адал еңбек етуге, халыққа пайда кетуге үндейді. Ғылым таппай мақтан біліміңді, ғылымның қоғам мен адам өміріндегі мәнін, дүние дөзі, мал дөзі дей отырып, оған кетудің жолдарын ұсынады. Топтық тапсырмамен жұмыс жасаймыз. Ол үшін қазір топтарға мен тапсырма тарқатып беремін. Ғылым тобы, мына топ тақтамен жұмыс жасайсыздар. Кішкене зерттеу жұмысын жүргізіп, сатылай кешенді талдау жасаймыз өлеңге. Уақытты үнемдеу үшін мен 3 оқушыны шығарғымыз келіп тұр. Бір оқушы, топ басшысы тыңдап отырыңыз. Бір оқушы өлеңнің құрылысынан тақырып идеясын тауып береді бізге. Ортаға шығатын оқушы көркемдік тәсілдеріне тоқталады, ал соңғы тақтаға сөздікпен жұмыс және тәрбиелік мәнін жазады. Түсінікті ғой ғылым тобы. Енді мен өнер тобына мына Абай айтқан 5 дұшпан бар ғой. Соны рөлдік ойын арқылы түсіндіріп бересіздер. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ. Өсек пен өтірікті айтатын кім? Адам, сондықтан өсекшінің, өтірікшінің рөлінде ойнауларыңыз керек. Мына сөзді ұстап тұрып, дәптерлеріңізге жазып алып, ортада қорғайсыздар. Ал білім тобына түрлі әдістер арқылы 5 асыл істі бізге түсіндіріп бересіздер. Ол үшін сіздерге 5 жолды өлең әдісі, сонымен бірге экспромт әдісін тарқатып беремін. Өздеріңіздің шамаларыңызға қарай осыны толтырып шығасыздар. 5 оқушы қорғайсыздар. Тақтаға шығамыз. Ғылым тобы. Оқулықпен шығамыз. Жазып болғаннан кейін бір түйінді ойды Абайдың өз сөзімен түйіндеп жарай ма? Өлеңінен немесе қара сөздерінен алсақ болады. Ғылым тобы бірінші болды тапсырмаларын жазып алыңыздар. Ал мына 2 топтан кім болды? Біз былай етеміз, 2 топтан 5 дұшпанды бірінші бастаймыз, жарай ма? 5 асыл істі аяқ жағына қалдырайық. Өнер тобы дайынсыздар ма? Бірінші өзінің ретімен шығайық. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ. Өсек бірінші шығады. Мен өсекшімін, мен өсек айтқанды жақсы көремін. Біреуді сыртынан жамандау, біреудің сөзін біреуге жеткізу. Бұл менің сүйікті жұмысым. Тіпті адамдар менің арқамда ұрысып, ренжісіп жатады. Бір жаман шықса, оны да бірінші болып мен жеткіземін. Құрсын мен жаман болғым келмейді. Мен жай ғана өсекші рөліне кірдім. Жарайсың. Өтірік. Мен өтірікті көп айтамын. Кейде бір өтірікті жабу үшін 10 өтірік айтуға тура келеді. Өтіріктің құйрығы бірақ тұтам екенін білсем де, осы әдеттен құтыла алмай жүрмін. Қазір маған шын сөз айтып тұрсам да, ешкім сенбейді. Бауыржан атамыз, өтіріктің балын жалап, тірі жүргенше, шындықтың уын ішіп, өлген айттық деп айтқан. Мен дәл қазір өтірік айтып образға кірдім. Шындығында мен ондай өтірікші емеспін. Жарайсың. Бекер мал шашпақ шығып келе жатыр. Біз ешкімнен кем қалмаймыз деп несие алып той жасаймыз. Сол тойда ән өлеңді өзіміз айтпай, миллиондаған ақшаларға шығындалып, атақты жұлдыздарды шақыртамыз. Шашылдыққа барып, аста төк дастархан жаямыз. Тіпті сол астың өзін той қылып жіберетіндері жетерлік. Қазіргі кезде біздің ең басты дұшпанымыз осы ысырапшылдық болып тұр. Өте жақсы, бүгінгі өмірмен керемет байланыстырдың. Ал біз өнер тобы бітті. Енді білім тобына кезек береміз. Келе ғой. 5 жолды өлең. Затесін рахым, сынесін қайрымды, мейірімді, етістік, кешіреді, жаны ашиды, аяйды, сөйлем. Ал рахым Алланың адамға берген үлкен сыйы.
сөздері мағыналы сөз мейірім шапағат. Өте жақсы. Балалар, осы 5 дұшпанды бойымыздан алу уақытта 5 асылыспен бірге болайық. Үнемі әкеп қойыңдар. Енді балалар, біз кішкене тапсырмалар орындап шаршаған сияқтымыз. Кішкене шеліктің сәтін жасаймыз. Ол үшін топ мүшелері, топ басшысынан басқалары мына жаққа шығамыз, қатарға тұрамыз. Төбелеріне ақпаратты қою арқылы өз орнымызға барамыз. Кім түсіріп қояды, соған тоғызыншы тапсырмалар күтіп тұр. Абайда. Тоқтатып, жинамауымызды шығарады. Қазір, мен жаңа айтқан, тоғызыншы тапсырмаларды орындаймыз деп, ол үшін біз білім беру ресурсындағы тапсырмаларды орындаймыз. Бүгінгі тақырыпқа сай, дайын отырайық. Тапсырмаларды ашамын. Ашты көріп тұрма балалар. Енді топ басшылары жаңа сіздерге ескерткен, кім түсіп қойған байқап отырыңыздар деп жарай ма? Шеттеріңізде бірінші сұраққа кім жауап береді? Тақтада көріп тұр ма? Мен қалай? Ғылым таппай мақтаба өлеңінің идеясы білім, ғылым үйренуге шақыру дейді. Белгілейік. Тексереміз. Дұрыс екен балалар. Келесі сұрақ. Ғылым таппай мақтаба өлеңінің идеясын ашатын тармақтар дейді. Кім жауап береді? Ертеңіз. Дүние де өзі, мал да өзі дейді. Көрейік. Тексереміз. Өте дұрыс. Қамызды бекітіп алу үшін кюзис ойынын ойнаймыз. Жаңа біз білгенге бестік деген тақырыппен алдық қой, үй тапсырмасын бекіту. Енді жаңа сабақты бекітуді бестікке, жеттікпе деп аламыз, жарай ма? Кюзис бағдарламасына кіреміз. Әзірге білім тобы алда келе жатыр. Жауап бергенсіздер, жинаған ұпайларын тұр, өте жақсы. Өнер тобы жеңіске жетіп кетті. Мен жаңа сіздерге лента таққан кезде екеуі арыс болатын. Араларыңызда белсенді қатысқан бір оқушыға, сонымен бірге мына ойын арқылы қай топ жеңіске жетті, сол топ басшысына берем деп шешкенмін. Рауан келе ғой, өнер тобының топ басшысы. Екі лента ала ғой. Осы топтан мен Марленге мына белсене атсалысқан үшін, сатиралық өлеңді оқып берген үшін Марленге ұсыным деп отыр. Келісесіздер ма? Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың таяуда ғана жарияланған мақаласының соңында абай бізге нені аманаттады? Басқасын былай қойғанда, 5 асыл істі жүзеге асырып, 5 дұшпанды бойымыздан қашырып жүрміз бе дейді. Мұнда да біздің әрқайсымыз, сендердің әрқайсыларың болашақ өмірлерінде осы 5 асыл істі бойтұмар етіп, бағыт бағдар беретін темір қазықтарына айналдыра біліңдер. Ал 5 дұшпанды бойларынан аулақ ұстайды деген сенім білдіремін. Бүгінгі сабағымызда өз мәресіне жетіп қалды. Бүгінгі сабақта атсалыспаған оқушы жоқ деп ойлаймын. Мына мақсатымызға жетудегі талпыныстары үшін сендерге үлкен алғыс білдіремін. Ал енді үйге берілетін тапсырмамен танысып, күнделікке жазып алайық. Мен үй тапсырмасын 2 деңгейге бөліп қойдым. Сынып оқушылары міндетті деңгей. Абайдың оқу білім, ғылым туралы басқа да өлеңдерін жатқа мәнерлеп оқимыз, үзінді жатқасаңдар барлық. Біздің бір мақсатымыз осы болатын. Ал екінші, шамасы мүмкіндігі келетін оқушылар үшін Абайдың ғылым таппай мақтанбау өлеңінде көтерілген қоғамдық әлеуметтік мәселе тақырыбында эссе жазамыз. Ал енді қазір мен сіздерге стикер тақырып беремін. Бүгінгі сабаққа ұсыныс тілектеріңізді осы стикерге жазып, мына жерге мен білім шыңын көрсетіп қойғанмын. Мұнда таудың шыңында Абайдың өз сөзімен беріп қойдым. Талаптың мініп тұлпарын тас қияға өрледің деп сендерге арнап қойдым. Ал енді екінші деңгейде өзіңе сен өзіңді алып шығар еңбегің мен ақылың екі жақтап деп қойдым. Өз соңғыға пайда ойлама, ар ойла, талап қыл, артық білуге деген шетіне жазып қоямыз.
Ал жасай. Осыны жазып біліп, бүгінгі сабақты аяқтаймыз.